Армысыздар, арнада бұқмау жаңалықтары. 26 қыркүйек күні Батыс Қазақстан инженер-гуманитарлық университетінде студенттік құрылыс және жастар еңбек жасақтарының 3-ші еңбек маусымының жабылу салтанаты өткізілді. Нұр Отан партиясының облыстық филиалы және Батыс Қазақстан облысының жастар саясаты мәселелері басқармасының қолдауымен студенттік құрылыс және жастар еңбек жасақтарының 3-ші еңбек семестрі салтанатты жабылу рәсімі өткізілді. Елімізде өзінің бастауын 2001 жылдан алатын аталмыш еңбек жасақтарының жұмысы жыл санап жанданып келеді. Елбасының ізгі бастамаларының бірі ретінде студенттік құрылыс және жастар еңбек жасақтары зәулім ғимараттардың бой көтеруіне, қала көшелерінің ажарлануына зор септігін тигізуде. Жастар саясатын жүзеге асыру бағытында да бұл еңбек жасақтарының алатын орны ерекше. Биыл өңірде студенттік құрылыс және жастар еңбек жасақтарында құрамында 1000-нан астам сарбаз еңбек етті. Студенттік құрылыс жасағы бойынша 5 құрылыс компаниясында 298 адам жұмыс жасады. Соның ішінде оқу ордамыздан 108 адам еңбек етіп қаламыздың көркеюіне үлесін қосты. Салтанатты жиында құттықтау сөз сөйлеген Батыс Қазақстан облысының жастар саясаты мәселелері басқармасы басшысының міндетін атқарушы Нұрлыбек Дауым арнайы аталымдар бойынша студенттерді марапаттады. Студенттік құрылыс жасақтарының құрамында еңбек еткен Исламғали Архат үздік командир, Жұбаныш Дайыр үздік сарбаз аталымдары марапатталып, жыл үздігі төсбелгісі табысталды. Үздік жасақ аталым бойынша Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің студенттерінен құралған Алаш жасағына марапатталды. Үздік оқу орны аталымын Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті иеленсе, үздік жұмыс беруші аталымы Болашақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне бұйырды. Ал қыздар арасында үздік сарбаз аталымын Шоқанбаева Гүлмаржан жеңіп алды. Жастар еңбек жасақтарының құрамында еңбек еткен сарбаздар арасында үздік командир аталымы бойынша Аманғали Таймас, үздік сарбаз аталымы бойынша Мамай Ферлан мен Қуаныш Ақтолқын иеленді. Үздік жасақ аталымы бойынша Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің студенттерінен құралған Жігер жасағы, үздік PR-менеджер аталымы бойынша Тапаева Жанерке марапатталды. Жыл бойы адал әрі нәтижелі еңбегімен дараланған бірқатар студенттерге облыстық штаб тарапынан алғыс хат пен бағалы сыйлықтар табыс етілді. Университетімізден алғыс хатқа ие болған студенттер тарих мамандығының 4-ші курс студенті Тажғараева Мирамгүл, қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 3-ші курс студенті Нұрмангалиева Венера, шет тілі және екі шет тілі мамандығының 3-ші курс студенті Қалбай Әлия, мемлекеттік және мүлікті басқару мамандығының 3-ші курс студенті Жұлдызова Данагүл, география мамандығының 3-ші курс студенті Шынжырбаев Ернар марапатталды. Сонымен қатар еліміздегі кәсіби мереке еңбек күні қарсаңында құрылыс жасақтарының құрамында еңбек еткен ардагерлерімізге құрмет көрсетіліп, арнайы алғыс хаттар мен естелік сыйлықтар табыс етілді.